Бүгінгі сабағымызда Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуын қарастырамыз. Капиталистік қатынастардың дамуы Қазақстан жерінде кен байлықтардың игеруі арқылы басталған болатын. Бәріміз білеміз, Қазақстан кен байлыққа өте бай мемлекеттің қатарына жатқызылады. Қазақстан территориясында орталық Қазақстандағы орналасқан Қарағанды қаласында 1833 жылы Қарағанды көмірін алғаш рет Аппақ Байжанов ашқан болатын. Жалпы Аппақ Байжановқа ескерткіш Қарағанды қаласында 1999 жылы ашылған болатын. Аппақ Байжановқа Қарағанды қаласында ескерткішпен қоса қалада көшенің аты да берілген болатын. Капиталистік кен байлықтарын игеру барысында Қосым Пішембаев ертіс бойындағы және орталық Қазақстанда көптеген кен орындарын ашқан болатын. Сонымен қоса Екібастұз көмір кен орны мен Майқайың полиметалл кен орындарын ашқан болатын. Екібастұз көмірі Қазақстанның солтүстік аймағында орналасқан болатын. Бұны ашық әдіспен өндіретін көмір. Ресейлік және шетелдік кәсіпкерлердің рөлі. Кен орындарды шетелдіктер Қазақстан территориясында сатып алған болатын, арзан бағада. Қосым Пішембаев Павлодардағы миллионер Деровқа жалданып, кен көздерін іздеуші және маркшейдер болып жұмыс атқарған болатын. Кейін Баянауыл даласында тас көмір кен орындарын ашқан болатын. Тас көмір кен орындары Александровк, Талдыкөл, Жамантұз, Қарасор, Шөптікөл, Майкөбен сияқты тас көмір кен орындарын Қосым Пішембаев ашқан. Осындай Қазақстан территориясында көптеген кен орындары ашылғаннан кейін 19 ғасырдың 40 жылдары Ушаков пен Рязанов деген көпестер қазақтардан Қарағанды көмір кен орнын Успенск, Жезқазған және Спасск, Воскресенск мыс кеніштерінің аймағын өте арзан бағада сатып алған болатын. Осылай шетелдік капиталистік кәсіпкерлердің рөлдері Қазақстан территориясында өте кең көлемде үстемдігін артқан болатын. Қазақстан территориясында барлығымыз білеміз, мал шаруашылығымен және егіншілікпен айналысамыз. Кейін капиталдық үстемдік кезінде Қазақстан территориясында зауыт фабрикалар кеңінен салынып, кең көлемде тарала бастаған болатын. Шетелдік кәсіпкерлер батыс елдеріндегі банктерден берген несиеге Қазақстаннан кеніштер мен шахталарды арзан бағада сатып алып, тез байып отырған болатын. Бұл екі суреттен байқап отырсақ, Орыс географиялық қоғамының архивінде сақталған фотосуреттер. Біріншісінде күріш бастыру сәтінен фотосуреті, екіншісі Жетісу өңіріндегі тұз артқан түйелерді байқап отырмыз. Бұл жерлердегі фотосуреттер Орыс географиялық қоғамның архивінде сақталған. Қазақстанның шығыс, батыс аймақтарында және оңтүстік бөліктерінде зауыт, фабрикалар, кәсіп орындар ашыла бастаған болатын. Ең алдыменен 1888 жылы Семей облысында тері өңдейтін, сабын жасайтын, шарап өндіретін, кірпіш, сыра зауыты, диірмен және тағы да басқа зауыттар ашылған болатын. Оңтүстігіміздегі Сырдария облысында орыстардың түрлі бағыттағы 30 кәсіп орны жұмыс істеген. Негізгі 3 қалада Шымкентте, Әулие-Атада және Қазалыда кәсіп орындар бой көтерген болатын. 1896 жылдан бастап Ташкентке апаратын Орынбор темір жолын кеңейту мәселесі қолға алынады.
19 ғасырдың 90 жылдары Қазақстандағы кәсіпорындарда жұмыс жасайтын жұмысшылардың саны 3000 адам болатын болса, 19 ғасырдың соңында жұмысшылардың саны 4500 адамға дейін көбейген болатын. Тұз, мұнай, алтын өндірісі Қазақстанда өте кеңінен өте көп қолдану және өте көп кеңінен таралған пайдалы қазбалар. Мысалға, тұз өндіру мәселесі Батыс Қазақстанда Басқыншақ, Елтон, Елек кәсіпшіліктерінде, сондай-ақ Қазақстанның солтүстік шығысындағы Коряков көлдерінде өндіріледі. Коряков өндірісі орнынан 4 миллионға жуық пұт тұз алынып Сібірге қарай экспортталған болатын. Экспорт деген ол бізде сыртқа шығару, яғни басқа мемлекетке шығаруды экспорт дейді. Ал басқа елден кез келген өнімді Қазақстанға кіргізетін болса, оны импорт дейді. Яғни экспорт ол сыртқа шығару, импорт ол бізде Қазақстанға кез келген мемлекеттің ішкі мемлекеттің ішіне кіргізуді импорт дейді. Мұнда яғни Коряков өндірісінің орнында жұмыс істеген қазақтардың саны 10 мыңнан астам болған болатын. Екінші, мұнай өндіру. Мұнай әрине бізде Батыс Қазақстанда негізінен ағылшын кәсіпкерлерінің қолында мұнай өндірісі болған болатын. Доссор мен Жем өзені бойында көп мөлшерде мұнай өндірілген, шетелдік компаниялар осы мұнай өндіру арқылы өздерінің ақшаларын толтырып отырған болатын. Үшінші, алтын өндіру. Алтын өндірушілердің арасында орыс және татар кәсіпкерлері басым болды. 20 ғасырдың бас кезінде Өскемен уезінде 50 алтын кеніші жұмыс істеген болатын. Енді бұл жерде байқап отырғанымыздай, барлығы Қазақстанның батыс және шығыс солтүстік аймақтарындағы пайдалы қазбалар. Темір жол құрылысы. Темір жол құрылысы, яғни пойыздардың жұмысын өте кең көлемде Ресей, Қазақстан жерінде көтерген болатын. Орыс фабрикаттары 19 ғасырдың 60 жылдарын өзінде темір жол салуды кеңінен қолданылған болатын. Яғни бізде Қазақстан жерінде пайдалы қазба бар. Зауыт фабрикаларды салып жатырмыз. Одан кейін бізде енді сол заттарды, яғни өнімдердің барлығын Ресей өзіне қарай тасу керек. Ал оны тасу үшін әрине бізге темір жолды салу керек. Темір жолды салу бізде Қазақстан жеріндегі ең ірі екі темір жолды айтуымызға болады. Ол бізде біріншісі Түркісіб темір жолы, Түркісіб Сібір темір жолы, екіншісі Орынбор Ташкент темір жолдарын айталамыз. Осы темір жолдар арқылы Қазақстандағы өнімдерді Ресей патша үкіметі өзіне қарай тасыған болатын. Темір жолдармен және жұмыс күші. Қазақтардың қатысуы. Орынбор Ташкент темір жолын салуға 40 мыңға жуық қазақ қатысқан болатын. Тауар айналымы, жаңа біз айттық, импорт және экспорт. Қазақстанға темір жол арқылы егіншілікке қажетті машиналар, еңбек құралдары, ағаш бөренелер, құрылыс материалдары, қант пен шай жеткізілген болатын. Мамандандырылған жұмысшылар. Патша үкіметі темір жол және өнеркәсіп жұмысшыларын Ресейдің Европалық бөлігінен әкелген болатын. Осылай, темір жолдарды салу арқылы Қазақстандағы жұмыс күшін қазақтардың жергілікті халқының өзінен және де Европалық бөліктегі орыстарды әкеліп жұмысшылардың санын көбейтіп отырған болды.
Және де жұмысшы табының қалыптасуы мен жағдайын қарастыратын болсақ, жұмысшылар негізінен кедейленген көшпелі қазақтар мен қоныс аударып келген орыс шаруаларының есебінен көбейіп отырды. Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегін атап өтпей кете алмаймыз. Бұл фотосуретте кен орындарында әйел адамдардың да жұмыс жасап жатқанын көрінісін байқауымызға болады. Қазақ жұмысшыларын кемсітушілік. Қырғыздармен, яғни қазақтармен бірдей жұмыс көлемін атқарған орыс жұмысшылары жалақыны олардан 2 не 3 есе артық алады деп округтік инженер Красовский өз хаттарында жазған болатын. Орыстар мен қазақтар бірдей жұмыс жасайды, бірақ орыстардың зарплатасы, жалақысы қазақтарға қарағанда көп төленеді. Төмен жалақы алуы. Қазақ жұмысшылардың орташа жалақысы күніне 30-40 тиын ғана болды. Кәсіпшіліктерде жұмыс істеген уақыт сағат саны 12 болса, алтын өндірісінде кен орындарында 10-12 сағатқа дейін жұмыс жасаған болатын. Әйелдер мен балалардың еңбегі. Ер адамдардың күші саны жетпегеннен кейін Қазақстан территориясындағы әйелдер мен балаларды да кәсіп орындарда жұмысшылардың қатарына қосқан болатын. Осылай, бізде бүгінгі сабағымыздағы Қазақстан территориясындағы кәсіп орындар, зауыт фабрикалардың Қазақстан жерінде салынғаны мен оның пайдасын патша үкіметі көрді. Сонымен қатар жұмысшылардың барлығын қазақтардан алғаны мен олардың жалақысы төмен болды және жұмыс істеу уақыты өте көп болды. Міне, қарап отырғанымыздай 12 сағат жұмыс істеген болатын. Және ер адамдарды ғана емес, әйелдер мен балаларды да жұмысшылардың қатарына қосқан болатын. Бүгінгі сабағымызда Қазақстандағы капиталистік қатынастардың басталуы тақырыбын толығымен қарастырдық.